Сәлеметсіздер ма? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Қанапина Беғанша Төлеуханқызы. Қазіргі мектептердегі тіл білімі пәні. Сабақтың тақырыбы тіл білімі туралы жалпы түсінік. Сабақтың жоспары тіл білімі және оның салалары, тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны, тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы туралы жалпы мағлұмат. Тіл білімі немесе лингвистика латын тілінен тіл деген мағынаны білдіреді. Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым. Тіл қоғамдағы адамдардың өзара пікір алысу, бір-бірімен қарым-қатынас жасау құралы. Тіл білімінің зерттеу нысанасы тіл. Тіл адамның табиғи тілі, тіл таңбалар жүйесі, тіл қоғамның ең маңызды байланыс құралы. Әрбір тілдің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикалық құрылысы болады. Осыдан келіп тіл білімінің салалары шығады. Жеке бір тілдің жүйесі мен құрылысын және оның даму заңдылықтарын зерттеп айқындайтын жеке тіл білімі, мысалы орыс тіл білімі, украин тіл білімі және тағы басқалары. Ғылым ретіндегі тіл білімінің теориясы болып саналатын жалпы тіл білімі бар. Жалпы тіл білімі нақты бір тіл туралы немесе оның дамуының заңдары туралы емес, қатынас құралы ретінде қаралатын адам баласы тілінің дамуының жалпы заңдары туралы ғылым. Тіл білімінің салалары фонетика, лексика, грамматика және стилистика. Тіл білімінің фонетика грек тілінен дыбыстық, дауыстық деген мағынаны білдіреді. Тіл білімінің тілдің дыбыстық жағын зерттейтін саласы. Тіл білімінің басқа салаларымен салыстырғанда фонетика өз нысанының тілдік қана емес, материалдық жағында дыбыстарды жасайтын адамның дыбыс жүйесін, яғни айтылым базасын, дыбыстың айтылымын, естілімін қарастырады. Стилистика тіл білімінің бір саласы. Стилистика тіл ғылымының тілдік тәсілдер жүйесін зерттейтін ғылым. Оның негізгі зерттеу нысаны стиль, сондай-ақ әдеби тілдің стильдік тармақтары, сөздердің сөз мағыналарының грамматикалық тұлға тәсілдерінің стильдерге тәндігін, олардың қолдану заңдылықтарын, эмоциялық мәндерін, тағы басқа бейнелегіш құралдарды қарастырады. Грамматика тілдің құрылысын зерттейтін тіл білімінің саласы. Грамматиканың негізгі зерттеу нысаны тілдің морфологиялық және синтаксистік жүйесі. Оның ішінде грамматикалық форма, грамматикалық мағына, грамматикалық категория, бір тілдегі грамматикалық формалардың көріну амалдары мен сол арқылы айтылмақшы мағыналардың берілу тәсілдері, олардың байланысу, тіркесу жолдары мен тәсілдері. Лексика тілдегі сөздердің жиынтығы, сөздік құрам. Лексикаға тілдегі барлық сөздер кіреді. Тілді белгілі бір дәуірде өмір сүріп тұрған қалпы тұрғысынан қарастырып сипаттама беретін тіл білімі сипаттама тіл білімі немесе синхрониялық лингвистика. Тілді шығу мен тарих бойында даму тұрғысынан зерттейтін тіл білімі тарихи тіл білімі немесе диахрониялық лингвистика. Ғылым екіге бөлінеді: жаратылыстану ғылымдар және қоғамдық ғылымдар. Жаратылыстану ғылымдарына математика, физика, химия, биология пәндер енеді. Ал қоғамдық ғылымдарға тарих, философия, заң ғылымдары. Тіл қоғамдық құбылыс, сондықтан оны зерттейтін ғылым тіл білімі қоғамдық ғылымдардың қатарына орын алады. Тіл мәдениеті бұл саладағы іргелі зерттеулер 1960 жылдардан басталады. 1969 жылы тіл білімінің жағынан тіл мәдениеті бөлімі құрылғаннан кейін зерттеулер жүйелене түсті. Фольклор тілі, көркем әдебиет тілі 1970 жылдардан бастап зерттелді. Грамматикалық құрылысы грамматикада қарастырылады. 1930-40 жылдардан бастап сөз таптары мен олардың жекелеген категориялары туралы арнайы еңбектер жарық көре бастады. Ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кезеңде сөз жасам жеке сала ретінде қарастырылған болса, ұлт зиялылары саяси қуғын-сүргінге ұшыраған 30 жылдары сөз жасам әр сөз табына қатысты морфология шеңберінде сөз болды. 1940 жылдан бастап синтаксистің жекелеген мәселелері монография тұрғынан зерттелді. Жалпы алғанда барлық ғылымдар бір-бірімен тығыз байланыста, бірлікте болады. Өйткені материалдық дүниенің өзі органикалық бірліктен тұрады. Сондықтан материалдық дүниенің әртүрлі жақтарын зерттейтін ғылымдардың өздері бір-біріне әсер етеді. Біз тіл білімі де көптеген ғылымдармен байланысқа түсіп, солармен қарым-қатынаста дамып келеді. Ол ең алдымен қоғамдық ғылымдармен тығыз байланыста. Себебі тіл қоғамның туымен бірге туып, қоғамның дамуымен бірге дамитын қоғамдық құбылыс. Ол қоғам мүшелерінің пікір алысу, қатынас жасау құралы ретінде қызмет атқарады. Қорыта келгенде тіл білімі дербес ғылым. Ол әртүрлі қоғамдық және жаратылыстану ғылымдармен де қарым-қатынаста, өзара байланыста болады.
Тіл білімі бірінші кезекте әдебиетпен байланысты, өйткені тіл әдебиеттің бірінші элементі. Әдеби шығарма лингвистер үшін өте құнды материал. Әсіресе тіл білімінің стилистика саласы әдебиеттанумен тығыз байланысты. Тіл білімі философиямен тығыз байланысты. Философия тек тіл білімінің ғана емес, күллі ғылымдардың методологиясы болып саналады. Философияда тіл білімі де барлық құбылыстарды бір-бірімен өзара байланыста қарастырады. Философия табиғат пен қоғам өміріндегі барлық құбылыстар қозғалу, өзгеру, даму күйінде болады деп үйретсе, тіл білімі де тілдік құбылыстарға солай қарайды. Өйткені тіл де басқа қоғамдық құбылыстар сияқты өзгереді, дамиды. Бірақ ескертетін нәрсе, тілдегі өзгеру тым баяу өтеді. Тіл білімі логикамен тығыз байланысты. Көпшілікке белгілі логика ойлау заңдары мен ой формалары туралы ғылым, ал ойлау әдетте тіл арқылы іске асады, тіл арқылы жарыққа шығады. Анығырақ айтқанда, адамның ойы тілдегі сөздер мен сөйлемдер арқылы айтылып түсінікті болады. Тіл білімі психологиямен де байланысты. Психология түйсік пен қабылдауды, ес пен ойды, сезім мен зейінді зерттейді, ал бұлардың сөйлеу процесінде тікелей қатысы бар. Өйткені біреудің айтқанын қабылдау, оны ұғыну процесі болмаса, қарым-қатынас жасау, пікір алысуда болмаған болар еді. Тіл білімінің тарих ғылыммен, оның ішінде этнография мен археологиямен байланысы бар. Тіл тарихы сол тілді жасаушы, сол тілді қолданушы халықтың тарихымен байланысты. Олар бірін-бірі байытады, бірін-бірі толықтырады. Тілдің деректерді, тарихи мәліметтерді тіл пайдалана алады. Айталық, тіліміздегі кірме сөздерді зерттеу арқылы қазақ халқының бұған дейін қандай халықтармен аралас-құралас болғандығын білуге болады. Тіл алдымен ғылыми тұрғыдан зерттелінеді. Соның нәтижесінде тілдің табиғаты, оның даму заңдылықтары айқындалады. Ондағы тілдік категориялар сараланады. Ол категориялар мен заңдардың бір-бірімен байланысы, өзара қарым-қатынасы анықталады. Сөйтіп, белгілі бір тіл туралы қорытындылар, топшылаулар жасалынады. Сол қорытындылар мен топшылаулар негізінде грамматикалық, яғни ғылыми немесе нормативті оқулықтар жазылады. Түрлі сөздіктер құрастырылады. Тілдің теориялық мәні дегеніміз осы, ал тілдің практикалық мәні деп әлгі заңдылықтарды білуді, ол үшін сол тілді оқуды, үйренуді айтамыз. Белгілі бір тілді оқып білу ең алдымен сөйлеу мәдениеті мен жазу мәдениетін арттырады.